Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Экология және табиғатты қорғау қызметі мамандығы техник-технолог біліктілігі бойынша қоршаған орта объектілерін заманауи өлшеу құралдарымен талдау әдістері модуліндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылауға арналған аспаптар мен өлшемдер атты пән бойынша кіріспе сабақ табиғи ортаны бақылау үшін қолданылатын әдістерге шолу атты тақырыбымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты табиғи ортаны бақылау үшін қолданылатын әдістердің жіктелуін анықтау, қоршаған ортаның жағдайын бақылауға арналған заманауи құрылғылар мен аппаратура маңызын түсіндіру, практикада қолданылатын экологиялық аспаптардың жіктелуін талдау. Міндеттері: табиғи ортаның бақылау әдісіне қолданылатын құралдармен танысу, аспаптар мен талдау шарттарын дұрыс таңдау ерекшеліктерін анықтау. Күтілетін нәтижелер аспаптар мен талдау шарттарын дұрыс таңдауды жүзеге асырады. Қазіргі таңда қоғамның өндірістік күштерінің дамуы қоршаған ортаға кері әсерін тигізуде. Сол себептен қоршаған ортаның жағдайын, ластаушы заттардың параметрлерін үздіксіз бақылау, өлшеу қажет. Осы жұмыстарды жүзеге асыруға бізге физика-химиялық әдістер көмектеседі. Бұл әдістермен сіздер физика-химиялық талдау негіздері пәнінен таныссыздар. Мысалы, физика-химиялық талдау негіздері пәнінен бірінші лекция кезінде біз физика-химиялық талдау әдістерін жіктеп атап өткенбіз. Қазіргі заманда қоршаған ортаның жағдайын бақылауға көптеген заманауи құрылғылар, аппаратуралар қолданылады. Ол аппараттардың барлығы осы химиялық, физикалық, физика-химиялық әдістердің негізінде құрылған. Экология және табиғатты қорғау қызметі мамандығы бойынша қоршаған орта объектілерін заманауи өлшеу құралдары мен талдау әдістері және талдау сынамаларын іріктеу атты модульдер қалыптастыратын бағдарлама әзірленген. Осы бағдарлама бойынша қоршаған ортаның жағдайын бақылауға арналған құралдар мен өлшемдер атты пәнін өту барысында сіздер ластаушы заттардың өлшеу, бақылау құралдарымен танысасыздар. Осы құралдар туралы жалпы мәлімет аласыздар. Қоршаған ортаның жағдайын бақылауға қолданылатын әдістермен танысасыздар. Және осы пәнді оқып біткеннен кейін ауа, су, топырақ ластану дәрежесін анықтау бойынша түрлі практикалық жұмыстар жасайсыздар. Және сынама алу, зерттеу, талдау әдістерімен танысасыздар. Сапалық сандық өлшеулерді жүргізе алатын боласыздар. Демек, қоршаған ортаның жағдайын бақылауға арналған құралдар мен өлшемдер пәнінің басты міндеті ол сіздерге осы құралдар мен аспаптардың құрылысын, мәнін, маңыздылығын, қолданатын саласын түсіндіру және осы құралдармен жұмыс істеуді үйрету, әдістерді қолдана білуді үйрету. Қазіргі уақытта қоршаған ортаның жағдайын бақылауға арналған түрлі құралдар мен аппараттар енгізілген. Бұл құралдардың жіктелуі келесідей: біріншіден, зерттелетін орта түрлері бойынша, мысалы, атмосферадағы зиянды заттардың концентрациясын өлшеуге арналған аспаптар, ол газанализаторлар, хроматографтар, физика-химиялық талдау негіздері пәні бойынша біз осы
құралдарды айтып өткенбіз қысқаша, және су сапасын анықтайтын құралдар, фотоэлектрокалориметрлер, иономерлер, рефрактометрлер, топырақ және қатты заттардың жай күйін зерттеуге арналған аспаптар, спектрометрлер, флориметр, радиометр және тағы басқалары. Ал екінші тобы ол ақпарат алу әдістері бойынша жіктелінеді. Бұл жіктеу бойынша құралдар химиялық, физика-химиялық, оптикалық, электрохимиялық, хроматографиялық, физикалық, радиометриялық, электромагниттік, масс спектрографиялық, шу өлшегіштік деп бөлінеді екен. Қазіргі кезде қоршаған ортаны ластайтын зиянды қоспалардың шоғырлануын анықтау химиялық және физика-химиялық әдістердің көмегімен талданады. Аспаптарды екі тобымен химиялық талдау әдістері іске асырады. Ол біріншіден сынамаларды іріктеуге арналған аспаптар, және екіншісі ол сынамаларды зертханалық талдауға арналған аспаптар. Сонымен сынамаларды іріктеуге арналған аспаптар ол сору аспаптары, сүзгілері бар сүзгіш ұстағыштар, ауа сынамасын алуға арналған аспирациялық аспаптар. Немесе су сынамаларын алу үшін псевдобатометрлер, жылдан толтыру батометрлері, топырақ пышақтары, топырақ сынамасын алуға арналған буралар. Ал екінші топтағы құралдар ол зертханалық талдауға арналған аспаптар дедік. Мысалы, атомдық адсорбциялық спектрометр, спектрофотокалориметр, флуориметр, иономерлер және атмосферадағы ластаушы заттардың концентрациясын жедел анықтауға мүмкіндік беретін газ талдағыштар, метеометрлер, тағы басқалары. Осы аспаптар және тағы басқа құралдардың құрылысын, қолдану саласын, маңыздылығын, ерекшеліктерін біз осы қоршаған ортаның жағдайын бақылауға арналған құралдар мен өлшемдер атты пән бойынша келесі сабақтарда жеке талдап өтетін боламыз. Осымен, құрметті студенттер, бүгінгі лекция бойынша келесі бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар, және осы критерийлерді ескере отырып, Платонс платформасындағы Word документінде берілген тапсырмаларды орындап, осы Платонс платформасына жүктеулеріңізді сұраймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.